ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз өндірістік сабағымызды бастаймыз. Өндірістік сабағымыздың тақырыбы тік белдемшенің алдыңғы және де артқы бөліктерін пішу. Сабағымыздың мақсаты тік белдемшені құрастыру, пішу барысында өндірістік дағдыларын қалыптастыру, теориялық білімдерін іс жүзінде жүзеге асыру, сонымен қатар шығармашылық қабілеттерін дамыту, тік белдемшенің өңдеу жолдарын көрсету арқылы эстетикалық тәрбие беру. Өндірістік сабағымыз 3 бөлімнен тұрады: кіріспе нұсқау, ағымдағы нұсқау және де қорытынды нұсқау. Кіріспе нұсқауда біз бүгінгі өндірістік сабағымыздың тақырыбымен және де техникалық қауіпсіздік ережесімен танысамыз. Біз білеміз, кез келген тәжірибелік жұмысымыз, өндірістік сабағымыздың барлығында ең бірінші техникалық қауіпсіздік ережесін қайталап өтеміз. Машинамен орындалатын жұмыстардың техникалық қауіпсіздігі. Ең бірінші машинаны электр тоғына қосқандығын, дұрыс қосылғандығын тексеріп өту қажет. Одан кейін машинаның платформасында артық нәрселердің, заттардың болмауы керек. Кез келген қажетті құрал-саймандардың барлығы машинаның оң жақ бөлігінде орналасады. Сонымен қатар тігу барысында қолымызды машинаның инесіне қатты жақындатпауымыз керек. Әрі қарай қолмен орындалатын жұмыстардың техникалық қауіпсіздігі. Инелер мен түйреуіштердің барлығы арнайы жастықшада орналасу қажет. Олар столдың үстінде, басқа жерде бейберекетсіз жатпау керек. Сонымен қатар тігу барысында тот басқан инені пайдаланбауымыз керек. Ең бірінші тарихқа шолу жүргізейік. Белдемшелер алғашқы қауымдық қоғам кезінде ерлер және де әйелдер деп бөлінбеген. Әрі қарай 18-19 ғасырларда Францияда, Испанияда және де Италия мемлекеттерінде белдемшелердің түрлері қалыптаса бастады. Олар ұзындықтары өте ұзын, сонымен қатар қабат-қабат материалдардан тұрған. Кейіннен ол белдемшелердің бір кемшілігі салмағының ауырлығында болған. Уақыт өте келе белдемшелерді арнайы, мына жерде байқап тұрсаңыздар, белдемшенің астында арнайы құрсауды кигізу арқылы оған форма беріп тұрған. Одан кейін 20-шы жылдары белдемшелер қолайлы күнделікті өмірге ыңғайлы етіп жасалына бастаған. Ең бірінші ұзындығына байланысты белдемшенің түрлеріне назар салыңыздар. Бірінші суретке назар аударайық. Бұл бізде мини белдемше деп аталады. Неге мини белдемше? Себебі белдемшенің ұзындығы қысқа, яғни өте қысқа деген мағынаны береді. Бұл тізенің деңгейінен жоғары орналасқан. Екінші миди белдемше, яғни орташа белдемше, тізенің деңгейінен төмен орналасқан. Үшінші белдемше макси, яғни өте ұзын деген мағынаны білдіреді. Белден тобыққа дейінгі аралықта орналасады. Енді ағымдағы нұсқауда біз белдемшенің алдыңғы және де артқы конструкциясын құрастыру және де пішуді өтеміз. Ол үшін ең алдымен біз белдемшені құрастыруымыз қажет. Ал құрастыру үшін бізге міндетті түрде қажетті өлшемдер керек. Ең бірінші өлшем ол бізде жартылай бел айналымы. Яғни мынадай сантиметрлік таспамызды белдің сызығымен өтіп көлденең өлшенеді. Суретке назар салыңыздар. Белдемшенің жарты айналымы, яғни белдің жарты айналымы ғана есепке жазылады. Әрі қарай екінші өлшеміміз жартылай мықын айналымы. Яғни мықынды айналдырып, іштің шыңқы тұстарын ескере отырып өлшенеді, өлшемнің жартысы жазылады. Бұл жерде неге мықынның шыңқы тұстарын ескере отырып өлшеу қажет? Себебі әр адамның типтік фигурасы әртүрлі. Үшінші өлшеміміз бұйымның ұзындығы, яғни артқы бойдың, мына жерде назар салсаңыздар, белдің сызығынан төмен қарай, яғни қажетті ұзындықта. Ол бізде мини белдемше бола ма, макси, әлде миди белдемше бола ма, соған тікелей байланысты. Ұзындықты толығымен жазамыз. Енді тік белдемшені құрастыруға қажетті өлшемдер 44-ші өлшем бойынша мен мына жерде өлшемдерді алдым. Жартылай бел айналымы бізде 75 см, оның жартысы 37,5 және де 18-75 см. Біз мына жерден тек 4-тен 1 бөлігін ғана аламыз, яғни құрастыру барысында. Әрі қарай жартылай мықын айналымы 93 см, 46,5
25 жартысы және де 23-те 25 сантиметр біздегі толық жартылай 4-тен 1 бөлігі, яғни. Үшінші өлшем бізде бұйымның ұзындығы, яғни 60 сантиметрді құрайды. Енді осы үш негізгі өлшемге біз қосымша берілеміз. Яғни қосымша неге берілуі мүмкін? Тігіске берілуі мүмкін, яғни технологиялық, сонымен қатар бұйымның еркін қонымдылығына беріледі. Енді бұйымның ұзындығына мен 3 сантиметрді қостым, яғни тігіске кететін 3 сантиметр. Әрі қарай қосымша бел айналымына 1,5 сантиметр, яғни еркін қонымдылыққа, мықынға 3 сантиметрді алып отырмын. Енді матаны пішуге дайындау. Матаны пішуге дайындау үшін ең алдымен біз ылғалдық өңдеу жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Себебі матаны пішкен жағдайда, оны тігіп өңдеген жағдайда мата өзінің формасын жоғалтады, яғни апшу процесі басталады, яғни ұзындығы болмаса енен қысқаруы мүмкін. Осыған жол бермеу үшін матаны ең алдымен декотирлеу керек. Яғни алынған матамызды алдымен бір жуып алып, кептіріп, одан кейін үтікпен бастырып өтуіміз керек. Қыртыстарын жазып. Одан кейін процесс матаның оң жағын анықтау. Матаның оң және де теріс жағын анықтау үшін арнайындағы жиегіндегі кромка арқылы, егерде матада ешқандай сурет болмаса, сол арқылы анықтауға болады. Ал егерде арнайы бейнелері, суреттер болатын болса, оның матаның теріс оң бетін айыру өте оңай болады. Одан кейін оң жағын анықтағаннан кейін міндетті түрде оны екіге бүктейміз. Яғни бүктеу арқылы біз пішу процесін жүргіземіз. Үшінші процесс бұл матаның ақауларын тексеру. Яғни матаның алдыңғы бетінде, яғни оң бетінде немесе теріс бетінде бір жіптердің дұрыс орналаспауы, болмаса негізгі жіптердің болмауы, бөгде заттардың болуы, дақтардың қалып қалуы, осының бәрін біз ескеріп отыруымыз қажет. Төртінші процесс суреттің бағытын анықтау. Егер сурет бір бағытталған болса, онда үлгіні салып, өнімнің бөліктерін бір бағытта кесу керек. Егер мата тегіс болса, онда бір жақты өрнек болмаса, үлгі бөлшектерін әртүрлі бағытта орналастыруға болады, бірақ негізгі жіптің бағытын міндетті түрде ескеріп отыру қажет. Матаны пішу. Матаны пішу процесінде біз матаны екіге бүктеп аламыз да, яғни теріс беті, оң беті ішінде қалады да, ал теріс беті сыртында тұрады. Сонымен қатар матаның жылжып кетпеу үшін арнайы булавкілер, яғни түйреуіштерді қадап қойсаңыз да болады. Алдымен матаға үлкен бөлшектерді, яғни кез келген бұйымның алдыңғы және де артқы бойларын орналастырамыз. Одан қалды қажетті белдік болмаса қалта, басқа түрлердің барлығын кейіннен орналастырамыз. Матаның бүктемесіне үлгіге берілген бөлшектерді жарты мөлшерде орналастырамыз. Ол міндетті түрде. Ең бірінші ұзын сызықтар, одан кейін барып көлденең сызықтар сызылады. Сусымалы тайғақ маталар, яғни жібек, шифон сияқты өте нәзік маталарда пішу кезінде өзінің формасын жоғалтып алуы мүмкін. Соларды міндетті түрде түйреуіштермен түйреуді ұмытпаймыз. Міне, мына жерде лекаланы матаға орналастыру, яғни лекаланы сызғаннан кейін біз міндетті түрде оны матаға орналастыру жағдайында, яғни оң беті ішке қаралып, екіге бүктеліп, алдыңғы бой бірінші, артқы бой, белдік болса белдігі, одан қалды әдіктерін орналастыра береміз. Енді бүгінгі біздің сабағымыз, яғни тік белдемшенің құрастыру және де пішу тақырыбында болды. Осыған байланысты бізде көптеген сұрақтар туындауы мүмкін, қателер туындауы мүмкін. Олардың барлығын мен осы тақырыптың көлемінде түсіндіріп өттім. Әрі қарай сіздерге бүгінгі тақырып бойынша үй жұмысы, өз өлшемдеріңіз бойынша тік белдемшені құрастырып, және де оны пішесіздер. Келесі сабағымызда сіздерден колледж Smart Nation платформасы арқылы кері байланысты күтемін. Ал келесі сабағымызда әрі қарай белдемшені өңдеу жолдарын өтеміз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.